міне бүгін ауылды әнмен тербетіп, жанымызды әсем сазымен жадыратып, өнер әлемінің сан қилы сазына елтіп жүрген ауыл, аудан, облыс көлемінде танымал білім беру ісінің үздігі, зейнеткер ұстаз, сазгер Жасалап Қуанғалиұлының шығармашылығына арналған өнері өмірінің жемісі атты ән кешіне қош келдіңіздер. Жасынан ән күйге әуес болып, өз бетімен домбыра тартып, нота сауатын үйреніп, мандолина, скрипка, гармонь, баян аспаптарын тез меңгеріп алады. 1975 жылы домбыра оркестрінде бірінші рет скрипка аспабында орындады. Еңбек жолын 1961 жылы клуб жанындағы жылжымалы киноға мотор жіберушісі және орта мектептің ән күй пәні мұғалімі болып бастады. 1977 жылы Ақтөбе мәдени ағарту училищесінің клуб меңгерушісі және халық аспаптар оркестрінің жетекшісі мамандығы бойынша сырттай бітіріп, 1978 жылы жаңадан ашылған осы мәдениет үйінде көркемөнерпаздар үйірмесінің жетекшісі болады. Ауыл өнерпаздарынан Толқиды бидай вокалды инструментальды ансамблін, хор, драма, домбыра оркестрі, би, үгіт бригада тағы да басқа үйірмелерін ұйымдастырды. Өнерлі ауылдың жас жеткіншектерін өнер жолына тәрбиелеу үшін Өлеңті балалар саз мектеп филиалының кейіннен 100-дің үстінде оқушылары 2 домбыра, 2 қобыз, 1 баян кластары болғандықтан қайта құрылған саз мектебін 1986 жылдан 1996 жылға дейін басқарды. Өнерден тауып дертіне дауа біремін, өнер деп соғар нәзікте сыршыл жүрегің, сезімнен туған сазды да сұлу сырланды, құмары қанбай шырқата жырлап жүрелің. Далада жусан иісі сезілетін, ырғағын табиғаттың сезінетін, ол туды құдіретті ән жазатын, бойың балқып жүрегің егілетін. Орал кеші, өлеңі Күләш Ахметованікі, орындайтындар Венера Мұхитова, Айгерім Ғилымова.
газеттің сәуір айындағы ән құмар қауым неге ділгер деген Шәмші Қалдаяқовтың мақаласында әуесқой жастар шама шарқынша жүрек түкпіріндегі діріл қаққан нәзік сезімдерін әсем сазды әнімен тербеп сыртқа шығарғылары келеді. Солардың бірі батыс қазақстандық Жасталап Қуанғалиевтің осы өнерге шын беріліп, ізденіп жүрген жастардың бірі деп жазған болатын. Міне сол кездерде жазылған әндері «Абайла адасып қалма сен», «Қададың да көзіңді», «Ақыл айт жүрек», «Ақ құсым еркемең» әндерімен бірге Сағынғали Сейітовтің сөзіне жазылған «Жастық шаққа тіл қату» әні. Жастық шаққа тіл қату орындайтын сазгердің әндерін насихаттауда өз үлесін қосып жүрген мәдениет үйі қызметкері Гүлсара Ақжайықова. Қалай шәкірттері ұстаздың жолын қуып, осы өнер жолында еңбектерін жалғастыруда. Атап айтқанда Құспанов Қуаныш Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияның бас домбырашысы, Асхат Құрмекешев осы филармонияда әнші, Ардақ Халықова, Ардақ Қуанышева, Бибігүл Базарова, Серік Қайырғалиев, Аймаш Байділдиновалар саз мектебі ұстазы, Ақманар Душанова, Лаура Бейсенова, Даурия Байділдиновалар ән күй пәні мұғалімдері. Осындай шәкірттері бар ұстаздың 50 жылдағы шығармашылық жұмыстары үшін 1970 жылы Лениннің туғанына 100 жыл толуына арналған медальмен, 1974 жылы облыстық атқару комитеті мен облыстық кәсіподақ ұйымының социалистік жарыстың жеңімпазы значогымен, 1979 жылы ВЦС-ПС-тің көркем өнерпаздар өнерін дамытқан үшін кеудеге тағатын значогымен, 1985 жылы жеңістің 40 жылдығына арналған әуесқой сазгерлердің облыстық байқауында 3-ші орын дипломымен, 1993 жылы Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі белгі значогымен, 2001 жылы егемендіктің 10 жылдығына байланысты аудан сазгерлері байқауында 3-ші орын үшін дипломын алды.
толғатса дала, өлеңі ақштап бактериянка. Орындайтын Нұрсұлтан Зейнекем. қарсы алып, шығарып салып, алдында әсем әндермен Орал сахнасында шырқаған ауыл өнерпаздарының ұмытылмас кештері ағаға деген ескерткіш болатындай ән арнауды парызым деп түсіндім. 2002 жылы Орал өңірінде жарияланған ақтөбелік ақын Боранғали Ырзабайдың «Жұбан жарғы» деген өлең жарияланғаннан кейін осы мәтінге ән туды. Жұбан аға жыр демің, ел тынысың, толғадың теңізіңнің толқын үшін, мың өліп мың тірілген ақын едің, қазағың аман болса сен тірісің. Жұбан жарығы, орындайтын Жадыра Гайнуллина.
Таниевтің ауылда автокөлік жүргізушісі болып жүргенде ақын мен сазгерді жақындастырған ақын композитор туралы ой, қиялдар болды. Бұл 1963 жыл болатын. Ән туды. Көркемөнерпаздар арасында орындалып, аудан көлеміне жайылды. Ол қай ән еді? Ол Жастар ағай менен Шәріптің екеуінің айтқан өлеңі «Көкте жұлдыз, жердегі гүлдеме». Бәрекелді, бұл басқалар. Ботпановтың сөзіне жазылған «Домбыра жүрек» әні. Орындайтын Нұрсұлтан Зинекенов. таусылмайтын жыр. Өнер қайраткерлерінің қай-қайсысы болмасын өз шығармаларына сөйлетпей кетпейтін. Оның куәсі сазгердің асыл ана, ауылдың әйелдері, ақ келін әндері мен Қаратөбелік Нұргүл Алтысбайқызының «Анамен әсем бәріде» әні және Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған «Әже» әні. «Анамен әсем бәріде» орындайтындар Ырысгүл Аяпбергенова, Ақгүл Байбарақова, Айсәуле Мақсотова.
ұлы жеңістің 40 жылдығы қарсаңында газет бетіне де басылды. Ол кезде соғыс ардагерлері құрдастарының азайған мезгілі. Сөзі Закария Сисенғалиевтікі. Бұл ән қалай аталады? Айтыскер ақын Үзілді Келубайдың сөзіне жазылған ардагерлер күнінде әні. Орындайтын аудандық облыстық байқаулардың жүлдегері Ғилым Харес.
Ғабитхан Жазықбаев, өлеңі Шарифолла Саниевтікі. Асланам, қамқоршы жаным ендік асқар панам, зәредей келсе бейнең көз алдыма, қияға алып ұшар қанаттабам. Ән Асыл ана, өлеңі Нығымет Баймұхамбетовтікі, орындайтын Жазира Мұқанова. Кемпейін жүзі
елжіремейтін, жанып күймейтін ата-ана жоқ. Солардың қызығын көру үшін жанын шүберекке түйіп жүреді. Солардың тәрбиелі, мәдениетті, кішіпейіл бауырмал болуын, жамандық жолдан аулақ болуын тілейді. Әдепқан Жандыбаевтың әке сыры сөзіне, Абай Байтоғаевтың әке өсиеті сөзіне, Төлеген Айбергеновтың перзент жыры сөзіне жазылған әндерім осының айғағы дейді. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әке әні орындайтын Инабат Қуанғалиев. Кезі келгенде
әндерімен бірге балаларға арнап жазған әндері де бар. Олар ата арманы, ақыл, торғайларым, диқан болам атамдай әндерімен бірге оқушылар арасында кең таралып, бастауыш сынып оқушылары сүйсініп айтар әніне арналған тағы бір ән бар. Ол қандай ән екен, кім айтады? Бастауыш сынып оқушылары. Дұрыс. Айтқан кісі ортаға келсеңіз. Біліммен сусындатып, өмірге тәрбиелеген алтын ұя, қасиетті мектебі, біліміне нәрін берген ұстаздары Роза Оразалиева, Ақсұлу Құттыева, Тойғаным Нұрғожина, Қайролла Сағынаев, Қосыбай Шоқпаров сынды ұстаздарға да қарыздармын деген шәкіртойы Үзілдік Елубайқызының білімнің ордасы Серік Тұрғынбековтың ұстазыма өлеңдеріне ән жаздырды. Және де орталық кітапхана меңгерушісі ауыл адамдарының сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген, әр оқырманға ақыл кеңесін аямайтын, қарындасындай болып кеткен аяулы жанға Оразақын Асқардың сөзіне жазылған әпкем кітапханашы әнін Таня Хамидоллақызына арнаған екен. Білімнің ордасы және әпкем кітапханашы әндерімен алдарыңызда Әсет Қуанғалиев.
жан сауғалап кетті. Міне осындай жайттар көңілге ән ұялатты. Мұқағали ағамыз, естимісің құлақ түрші, қырдан ескен самалға, сәлем айтып жатыр ауыл, саған, оған, мағанда. Күте-күте көзі тойып, күн сарғайып батқандай, күте-күте жұлдыздардың жанары да аққандай, зират екеш зираты да бізді жоқтап жатқандай деп жырлаған Мұқағали ағаның «Оралыңдар» деген өлеңіне ән туды. Әннің аты «Оралыңдар елге», орындайтын Айбол Жабуов. Сөзін жазған Сәуле Шынаділова. Қуанышты тойлау енді елбіз, мүмкіндік бар айтуға да жазуға, тарихында бабалардың өлеңі. Тәуелсіздік адамзаттың анысы, тәуелсіздік елдігімнің жанысы. Бүгін менен болашақ бар бұл сөзі, түсінетін
мен бірліктен еңірімін. Даланың тауы жарған гүлімін. Елдігімді, ерлігімді паш етер. Уыстайтын жеткіншектің бәрімін. Тәуелсіздік адамзаттың анасы, тәуелсіздік елдігімнің жанығы. Бүгіннен болашақ бар болсыгір, түсінетін қасиетті анасы. Бүгіннен болашақ бар болсыгір, түсінетін қасиетті анасы. Падишасы вальстың королі атанған шәмшіге арналады. Әннің сөзін жазған Мәди Артығалиев, орындайтын Асхан Сақыш. Әуезді әннің әні. Атырау жайық әні. Орындайтындар Айгерім Беуінова, Венера Мұхитова. Жағалай
Инабат Куангалиев. Ойы қыры, өзен көлі соның отаны. Осы ыстық сезімді сезіну үшін жан дүниең соған иіп, ынта жігерің соның жолында болады. Үзілдік Елубай қызының сайғыдық ән жырым сөзіне, Шарифолла Саниевтің өлеңті вальс сөзіне жазылған әндері туған жеріне арналған. Өлеңті вальсі орындайтындар Дамира Шубулова, Жадыра Гайнуллина. Biz üçün
сенімді, наздау үнге бөлеп туған жеріңді, көпшіліктің елжіретер жүрегін, әндеріңмен тербетелер еліңді. Көрермендер, бүгінгі манадан барлығымызды осы кеште әсем әндермен өйтіп отырған осы ауылымыздың, жалпы еліміздің ардагер сазгері, өнерпазы Нұрсалап Қоңғалиевті ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Бірге және Мәриямды бірге біліп отырғандай, шығармашылық кеш бұл осы жылдың басында жалпы аудан бойынша жоспарланған еді. Ауданда март айында өтуге тиіс еді, бірақ енді кейбір жағдайларға байланысты аудандық мәдениет бөлімінің кішкене аздаған сыйлығын табыс етуге рұқсат етіңіздер. Өнерпаз қарындасымыз, мына Оля қарындасымыздың атсалысуымен және мектеп ұжымының ұйымдастыруымен осы шығармашылық иесіне әндер жинағы жарық көрді біздің осы ауылдың мектебінің. Осы алғашқы нұсқасын осы шығармашылық кештің иесіне табыс етуге рұқсат етіңіздер. Екінші данасы әдеде отырған листратымыздың кейінгі қарындастарымыздың осы менің сіздердің алдарыңда шыққанына мен өте қуаныштымын. Бұл енді мен басталған бұл өнерге 20 жылдың үстіне шықты. Соның соңғы жылдарында бала болсам да айтып кеткендей скрипка менен бүкіл Тайпақтың оркестрі 60 шақты адам оркестрде. Сонда скрипкамен ең бірінші шығып едім осы өлең совхозынан. Мінекей сол кезде біздің ағаларымыз Төлеуғали Тайесенов, Жұмағали Қасан деген домбырашы әрі әнші. Сол кісілермен бірге Зайып кеңес бар оның ішінде. Сол кісілермен бірге осы 57-ші жылы су тасқыны болып, бүкіл дүниежүзілік жастардың 6-шы фестивалінің концертіне өлеңдерден бірталай адам бардық. Мінекей сол кештер ұмытылмайды, әр уақытта есімде. Қызына, сосын балам Инабатқа мыңда бір алғысымды айтамын. Себебі олар осы ауылдың ұйытқысы, өнерді жанындай сүйетін, кейінгі жеткіншектерге үйрететін осылар. Мінекей мына балдарымды көріп, олар енді немеренде болады менің. Сондай сүйсініп отырып, еңбектері әр уақытта жана берсін, сабақтары үлгілі болсын, ата-ананың қадірін білсін, мынау сахнаны әр уақытта сыйласын. Тағы да бір айтып кететін жай, бұл жерде үлкен ағамыз келіп отыр. Бұл кісі енді елдің ағасы. Өздеріңіз білесіздер, көп жылдан осы ауылда еңбек етті, әртүрлі салада жұмыста болды. Өнер десе жанын салатын, кішіге қамқор болатын, үлкенге сыйлы болатын ағамыз, Мақсат ағамыз. Мінекей кеше өзі тойдан келіп шаршап келіп отыр екен. Көп жасаңыз.
өмір жасың ұзақ болсын, бала шағаң қызығың болып. Мен енді сіздерге осы көп уақыттарыңды алмай ақ қояйын, енді көпке рахмет. Гүля, Инабат, сіздерге, мынау мәдениет қызметкерлеріне осы салада енді мен де жасадым. Бұларында орай келе бермейді. Бірінде мәдениеті оңдауда болады, я бір басқа жағдайлар болады. Бүгінгі өнері өмірінің жемісі атты шығармашылық кешін ұйымдастырып жатқан мәдениет үйінің жетекшілеріне, папаның шәкірттері Гүл апайға, Ғилым ағайға және оқушыларға шағын ғана сыйлығымызды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Ғилым ағайға. ән кешіне келіп отырсыздар, өздеріңіз куә болдыңыздар. Енді бұл ән кешінің ұйымдастырылу мақсаты осы жас ұрпаққа ағайдың әндерін жеткізу, бұларға үйрету. Осының мен шәкірті болсам, мен шәкірті бола отыра осы кейінгі жас ұрпаққа үйрету парызым деп оққандықтан осы ән кешінің ұйымдастыруға осы гүлсаралардың арқасында осы бүгінгі өтіп отыр. Келіп көріп тамашалағандарыңызға көп рахметтерді жазып жүре беріңіз. Қаламыңыз суырылмасын. Әрқашанда біздерге осындай жақсы әндердің сазгері болып жүре беріңіз. Кешке келіп отырмыз, бірақ бала күнімізден әнін тыңдап, музыкасын тыңдап, осы шақырда, осы ауылдың мәдениет үйінде біраз жыл үйреніскен мынау еліміз жас талаптың бүгінгі кешіне үлкен қуаныштымыз. Біз барлық ғұмырын түгел білеміз, барлығын тыңдап өстік, тек қана ән күй емес, өзінің мәдениет жөнінде, басқа жөнінде осының үлгі боларлықтай өнері біздің жастарымызға. Кезеңге саулық, енді бұл кеш қайта жалғасады деп сен. Осы жәкеңе уәдем береді, осыдан 25 жылдың білем, 60 қайын айтам деп, пенсия қайын өлең айтам жәкеңнен.